Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге, яғни балам екеуміз мукбанг түсірейін деп жатырмыз. Привет де. Мен қазір мына жерге жаямын тамақтарды. Бұл жолы тағы да Нандудан заказ бердік. Енді обзор осындай болып тұр, айып етпеңіздер. Қой жүрген жон, рахмет. Қазір ашат боламыз. Мен балам фри жақсы көреді. Достар, біздің артта елка тұр, негізі ол әлі құрастырылған жоқ. Бұйырса ендігі жылы күшті қылып құрастырып, сәндеп, ойыншықтар іліп, осы кезде мен сіздермен тағы да мукбанг түсіретін боламын. Кесе бер, кесе. Ойыншыққа тимеш. Шатеп кетесен қоп өтеді. Ай, бүкіл ойыншықтар басып жүреді. Ал кет, тас болсын. Достар, мен сендерге бір қызық жағдай айтып бергім келіп тұр. Мен, өткенде пахлама алайын деген ғой, мороженое. Тәтті, тәтті деш. Елканы айтып. Мен балам жасы 2-ден асып жатыр, бірақ әлі сөйлемейді. Логопедке барып жүр, садиктегі. Негізі мен өте асығыс түсіріп отырмын. Себебі қызымды ұйықтаттым, енді оянып кетпесін деп отырмын да. Күйеуім жұмыста. Баламды ұйықтап тастасам да болады еді, бірақ өзім де ұйықтап қаламын. Күйеуім жұмыстарымен кетіп қалған ғой. Сөйтіп бірінші жегім келіп жатыр дедім. Нанду заказ берсе деді, сонымен нанду заказ берген ғой. Мен сендермен біраз айтқым келіп жатыр да қазір. Менде өткенде қазір ашып алайын. Жемісің ба? Соқтарды ұмытып кетіппін ғой қоюды. Кәс. Көтерме.
Мәшме. Судың бәрін өзі ішіп отыра береді. Андай. 0,5-ті ішіп қойса бір көтеріп, папасы сияқты. Жаным sıkılırsa maşallah, пожалуйста. Ұйықтата салғым керек еді бұны ше. Мен негізі мынандай бір принципті ұстанамын. Сен өзің қандай болсаң, саған сондай адамдар жолығады деген. Мен тырысамын ешкімді алдамауға, өтірік айтпауға, біреудің ақшасын жемеуге. Мен біреуден қарызға ақша алсам да, мен міндетті түрде қайтарып беруге тырысамын. 1000 теңге болса да, өзімнің мамамнан алсам да қайтарып беремін. Ондай лақтырып кету деген болмайды. Сөйтіп болса, апта, то есть өткен апта. Мен бахрома жегім келді. Енді қазір тренд болып жатыр ғой. Ақылмен. Апа? Оужан, кешір ба. Шолып ренжіме, ұрсып берген едім. Көтеннен ұрып жіберген едім. Абайлап шы. Суың туып атты. Сөйтіп енді қазір өздеріңіз білесіздер ғой, бахрома қымбат. 5000 теңге, 6000 теңге бір жерлерде. Мүмкін OLX-тен арзан табатын шығармын дедім да. OLX-ке жаздым. Бар екен сөйтсем. 3,5 теңге таптым. Сіздерге видео түсірем деген едім. Сіздерге видео түсірем деп екеуге заказ бердім. Ол бала маған Каспи номерін айтпайды. Номер карты жібереді Каспидегі. Сосын барып, мен оған айтамын ғой, мен өзім алып кетемін деймін ғой, бахроманы. Сөйтсем жоқ, біз өзіміз салып жібереміз дейді. Мен сендім енді. Себебі менде онда бірінші рет болып тұр. Сөйтіп ақшасын салып жібердім. Көтеріп ішсе. Сөйтіп мен оларға екеуін алатын болдым. Медовик и Праганы. И соның ақшасын салып жібердім сразу. И мен сыртта жүрген едім. Олар айтты, бесплатная доставка бар деп. Сөйтіп мен жақсы екен ғой. Еще бағасы сондай арзан. Еще бесплатная доставкасы бар деп. Қандай күшті деп отқам. И қызым мен сыртта жүрдім. Сөйтіп мен айттым сразу, мен кешке келем, 30 кезде салып жіберіңізші дедім. Ол мақұл деді. Сосын мен үйге келем, кешке айтам. Мен үйге келдім, салып жібересіз ба деймін ғой. Оқып ответ қайтармайды маған.
мен сол кезде кумиканы алып заказ істеп жатқан едім. Өзім кумикаға заказ түскен, соны істеп жатқан едім. Сосын барып қайтадан жазамын. Маған салып жібересіз бе мен заказымды? Мен видео түсіруім керекпін деймін ғой. Сендерге видео түсіремін деп ойлағанмын ғой ютубқа. Сөйтсем аха дейді да маған. Блин, сендерге көрсетейін десем мен чатты өшіріп тастадым. Сөйтіп аха дейді. Сосын айтамын, маған прикол ұстап тұрсыз ба деймін. И еще мен мүлдем ешнәрсеге мән бермегенмін. Оның WhatsApp'тағы аты Айжан. Ал мен ақша салған адам еркектің аты. Енді мен ойладым, может күйеуіне салғызып жатыр деп ше. Айтып отырмын ғой, 1 грамм болсын арам ой болған жоқ менде. Сосын барып, сіз прикол ұстап тұрсыз ба деп айттым. Ол иә деді. Сосын мен уже содан кейін түсініп бастадым, что ол менімен аферист, мошенник екен. Бірақ сонда да ешқандай реакция білдірте алмадым, потому что я не ожидала такого. Мен өйтіп алдап кетеді деп мен ешқашан өйтіп ешкім алдамаған. Мен өзім де алдам қалам деген ой болған жоқ. Омар не істеп жатсың? Ұйықтата салуым керек еді. Сөйтіп сосын барып мен звондаймын, көтермейді ғой. Звондаймын, көтермейді. Блин, прикол ұстап отыр деп. Күйеуім үйде болған жоқ. Сосын подругама жіберемін. Ол Астанада тұрады. Осындай болды десем, ол айтады, ол кісілерге мүлде сенуге болмайды ғой. Сен не деген аңқаусың, момынсың дейді да. Мен айтамын ғой, мен просто даже представить не могла, что мені біреу алдап кетеді. Сендер ойлаңдаршы, мен 7 теңгеге алдандым. Басқа адамдар қанша ақшаға алданып отыр да. Омар тиме бұған, түсіп кетеді, шығып бері қарай. Шықшы. Басқа адамдарды ол қанша ақшаға алдап отыр да. Мысалы, ол басқа адамдар соңғы тиынын беруі мүмкін сол балаға. Ол отыр, күліп отыр. Мазақ қылып отыр да мені. Сосын барып, ақшамды қайтар дедім. Ол қайтармаймын деді. Сосын күйеуім келді. Күйеуім оған аудиозапись жіберді. Мен просто күйеуім таныстар бар. Сондай адамдарды табатын. Сол айтты да. Ол дрон ғой деді, мен таппайсың. Мен таппайсың, ол дрон деді. Дрон ба, дроп па, не дейді, сондай бір нәрсе деп айтты. Сосын мен барып жынданып бастадым да. Оған айттым. Көтеріңді көтеріп жұмыс істемейсің ба дедім. Бұлай адамдарды алдағанша. Сөйтіп ол бүйтіп айтады. Адал жұмыспен бұндай ақша таппайсың дейді маған. Сосын жарайды, мақұл дедім. Просто ондай адамдарға мен ақыл айтсам,
Менің айтқан ақылым оларға өтпейді. Себебі мен ойлаймын, біз ешкімді тәрбиелей алмаймыз. Менің ойым сол, ол адам өзінің санасына байланысты. Ол өзі ұғу керек, что ол дұрыс емес, ондай тірлік жасаған. Что біреуді алдауға болмайды. Сөйтіп мен табакер бар деп тастады. Сөйтіп мен айтамын ғой, ақшаны салып жібер деймін ғой. Сөйтсем тұрады да, Каспи номеріңді айтшы деді. Каспи номерімді жазып жіберсем, ақша болып жатса салып жіберемін деп жазып жіберіпті да. Айтпақшы, менде скриндер бар. Мен осы жерге қоямын. Не туралы сөйлескеніміз, қалай басталды, содан бастап қоямын. Балам өтем деп құлатып алды. Ойбай. Видеода көрініп тұрған шығар, мен нервімді зорға ұстап отқаным. Достар, менімен бірге болғандарыңа үлкен рахмет. Мен барлықтарыңды жақсы көрем. Маған барша қолдау білдіріп жатқан жандарға мен үлкен алғысымды білдіремін. Что-то сөйлей алмай қалдым. Маған міндетті түрде лайк басып, өздеріңнің ойларыңды міндетті түрде жазып қалдырып кетіңдер. Мен барлығын оқимын. Мен үшін әрбір лайк, әрбір подписка, әрбір комментарий өте маңызды. Енді бастап келе жатқан почти мини-блогер болғаннан кейін мен үшін барлық сіздердің маған білдіріп жатқан ілтипаттарыңыз өте маңызды болып саналады. Сол үшін лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ендігі жолы мен қандай тамақ жегенімді қалайсыздар, соны комментарий астына жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге үлкен.